Сәлем достар, үйдегі қызықты оқиға жайында айтайын. Ол мына құс туралы. Мына құс бұл кептер. Кептер біздің үйдің ішінде пештің үстіне ұя салған. Бұл кептер деген өте мейірімді, бейбітшілікті тілейтін құс. Бұл біздің үйге келген жақсылықтың нышаны деп ойладым. Сіздерге де айтып берейін. Көк құрақ көлдің сәулеті, құс пен аң ердің дәулеті дегенде халықтың хайуанаттар ішіндегі ең жақсы көретіні құстар. Бірақ мына бір кісіні қараңыздар, осы кісіге жем боп қала ма деп тағы да бірақ қатты уайымдап жүрмін. Кептер деген өте керемет құс, қараңыздаршы, осыған жем боп қалса қайтемін. Бұл кептер жақсылықтың нышанына балаған. Мысалы, дана қазақ аққуды махаббаттың, қарлығашты, мейірімнің, бүркітті, ер жүректің нышаны ретінде қараған. Ал осындай құстардың бірі көгершінді, ол танымал әннің қаһарманы көгершін құсы. Көгершін көп халықтарда бейбітшіліктің белгісі, ол жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс деп саналады екен. Бүгін сіздерге мен осы кептер бейбітшіл құсы жайында айтып бергім келіп отыр. Мына құстың дауысы да сол кептерлердің дауыстары. Сіздер естіңіздер деп мен олардың дауысын шығарып қойдым. Ал енді осы көгершіндер, кептерлер сонымен бейбітшіліктің, жақсылықтың, татулықтың, мейірімділіктің символы болып саналады екен. Олай болса, менің үйіме татулық, бейбітшілік, тыныштық өмір келеді. Яғни сіздерге де сондай өмір жұғысты болсын. Қараңыздаршы, балапандар қандай сүйкімді, қандай жылы, қандай мейірімді. Олай болса, осы кептерлер туралы мен тағы да бір аңыз айтып өтейін. Бұл кептерлер Нұх пайғамбардың кемесінде топан су болып жатқан кезде осы көгершін зәйтүн май ағашы аузына қыстырып алып келген екен. Сол кезде топан су тоқтап, және адамдар мен Құдайдың бір-бірімен татуласқандығын білдірген екен. Тағы да бір аңыз, Пикассо, атақты Пикассо деген суретші, соған бір кедей келіп, маған бір сурет салып беріңізші, мен соны сатып тамақ қылайын десе, қолына қаламын алып бір бәсте бейбіт сүйгіш деген сурет салып берген екен. Сонда осы бейбітшіліктің символы болып саналған осы көгершінді айтатын себебі осы суреттен басталған екен. Қарындар аш, екі мұлт.
бірақ кейде уайымдаймын, мына есік ашық қалып, сол осы кептерді, балапандарды мысық жеп кетсе қайтем деп кейде уайымдаймын. Мына анасының келмегеніне 2 күн болды. Қазір қарындары аш, тамақ та жеген жоқ. Мына мысықты қараңыздар, осыған жем бола ма деп уайымдап жүрмін. Осы 2 балапанның тағдыры қандай болар екен? Сіздер қалай ойлайсыздар? Қанаттанып аспанға мамасымен, анасымен бірге ұшып кетер ме екен? Жоқ, үйдегі мысыққа жем болар ма екен? Тағдыры не болар екен деп қатты уайымдап жүрмін.